Сәлем, қалдарыңыз қалай тағы да. Негізінде біз бүгін жоспарлағандай Бишкек Инвест форумға келдік. Өте пайдалы болып жатыр. Бишкекке келгенімізде біраз тұманның арасынан қызықты уақыт өткіздік, әңгімелестік, таныстық, білістік. Одан кейін келіп, аккуратно өте жақын форумға жақын гостиницаны тауып орналастық. И келіп жергілікті уже кәсіпкерлердің жәрмеңкелеріне десектерін көре бастадым. Әртүрлі сала, әсіресе ауыл шаруашылығы өте қатты дамығанын көрдім. И мен ойымша барлығында пайдалы болған дүниелердің бірі ол өте жақсы мықты спикерлер келіп өз біліммен бөліскендігі. Қысқаша не айтамыз? Бірінші күн осындай деңгейде өтті. Мен ойымша осындай форумдарға қолдан келгенше көбірек қатысу керек. Себебі әрбір жаңа таныстық арқасында жаңа бір идеялар, жаңа бір шабыттар келеді. Тек қана жақсылық десек, ертеңгі күн туралы бөлек тағы да видео түсіретін боламыз. Достар, бүгін екінші күн, бұйыртса қайтамыз, аман-есенге жетеміз деп ойлаймыз. Қалай өтті? Күннің басында біз әдеттегідей таңғы асымызды өте бір сапалы өтсін деп Темірбек мырзамен кездестік. Кезінде Джияның құрылған кезінде бастап бүкіл тарихын бізге айтып түсіндіріп берді. Оны бітіргеннен кейін қайтадан форумға келіп қатысып, форумдағы жалпы зеленая экономика туралы біраз әңгіме қозғалды. И одан бөлек шыны керек, біз ары-қарай бос тұрмайық деп түстен кейін, жұмадан кейін ары-қарай сапарымызды жалғастырдық. Ол сапардың ішіне тігін текстиль фабрикалар кірді. Текстиль фабрикалары енді 400 адамға арналған станок. Әрине барлығы полномочный істемейді. 2008-ден бастап қателеспесем істеп жатырмыз деді. И бүкіл жақын елдерге, СНГ-ның барлығына под заказ тігеді екен. Бұл өте қуантатын дүние деп ойлаймын. Енді осы жерден кішігірім кадрлар болады. Ары қарай не істедік? Ары қарай қасымыздағы бізбен бірге келген делегациядан келген адамдардың біреуінің сұрауы бар еді. Этнотуризм, жалпы туризм қалай дамытуға болады деп. Соған байланысты Супара деген кафеге келдік. Ол жерде өте тарихы үлкен. Сонда бір мекен, сапалы мекен. Міндетті түрде келіңіздер, көріңіздер. Өз 10 бағаларыңыз беріңіздер. Ары қарай адамдармен ақылдасып, келісіп, негізінде гала ужин болатын, бірақ өкінішке орай біз гала ужинға қатыса алмадық. Точнее, уақыт жағынан өте тығыз болды. Біз есесіне осы этно орталықта Қырғызстанның Ыстықкөл жақтан келген кәсіпкермен бірге отырып, танысып, әңгімелесіп, ары қарай құдай қалса ауылға қайттық. Вот осындай бізде бір сапар болды. Егер қызық болатын болса, егер сен біздің барған жерлерімізді көрген болсаң, міндетті түрде пікірде қалдыр. Кездескенше.